мынау иншотқа езон капотқа кіремін. Біз енді халқытмен монтажы көрсетейік. Біз енді мысалы осын таңдадық. Мынау енді Давид аудио деген басып, мынақтан өздеріңіз музыка қойырсаңыздар болады. Ал мына жақта мынақтың үстін басып, және изменить дегенді басамыз. Сізге кадрование дегенді басып, алда істесеңіздер болады. Әртүрлісі бар. Сенде өздеріңізге ыңғайлы. Не қойсаңыздар да болады, бестеңіздер де болады. Өте жақсы. Ал енді жазу жазатын кезде мына текстке кіріп, добавить текст. Мысалы, сәлем достар деп жазамыз. Енді мынақтан шрифттер таңдаймыз. Мынау русский деген жеріне таңдасаңыздар болады. Мінеки әртүрлі шрифттері бар. Мысалы мен осыны таңдадым. Мынау тени дегенді басып, қараны басам, сол кезде әдемі болып көрінеді. Сенде бұны мынайға қойсаңыздар болады. Сенде бұны анимация деген кіреміз. Осыяға кірген кезде әртүрлі анимация алып таңдауыңызға болады. Сенде мұнаны бүйтіп, ұзартып, және қысқартуыңызға болады. Так, енді біз тағы да бір нәрселер қосатын болсақ, мынау плюс басамыз, және өзіміздің қалаған видеомызды таңдай аламыз. Ал мынау өздеріңізге ұнаған смайликті қойғыңыз келсе, стикерден кіреміз. Осы жақтан әртүрлі таңдауыңызға болады. Және бұяқтан көрсететін боламын. И достар, маған тіркелсеңіздер, мен сіздерге пиар жасайтын боламын. Көрсетем. Мінеки нақты түрген осы жаққа басамыз. Қоңырау 99+ деген басамыз. Сол кезде қазір ашады. Любой қойсаңыздар болады. Әртүрлісін. Мінеки көріп тұрғандарыңыздай өте керемет. Мынанда қойсаңыздар болады. Болшы тіркеліңіздер деген. Мінеки бұны кішірейтіп өтсеңіздер де болады. Ол үшін біз мынаяғынан саймыз. Мінеки. Біз енді мысалы осын таңдадық. Мынау енді Давид аудио деген басып, мынақтан өздеріңіз музыка қойырсаңыздар болады. Ал мына жақта мынақтың үстін басып, және изменить дегенді басамыз. Сізге кадрование дегенді басып, алда істесеңіздер болады. Әртүрлісі бар. Сенде өздеріңізге ыңғайлы. Не қойсаңыздар да болады, бестеңіздер де болады. Өте жақсы. Ал енді жазу жазатын кезде мына текстке кіріп, добавить текст. Мысалы, сәлем достар деп жазамыз. Енді мынақтан шрифттер таңдаймыз. Мынау русский деген жеріне таңдасаңыздар болады. Мінеки әртүрлі шрифттері бар. Мысалы мен осыны таңдадым. Мынау тени дегенді басып, қараны басам, сол кезде әдемі болып көрінеді. Сенде бұны мынайға қойсаңыздар болады. Сенде бұны анимация деген кіреміз. Осыяға кірген кезде әртүрлі анимация алып таңдауыңызға болады. Сенде мұнаны бүйтіп, ұзартып, және қысқартуыңызға болады. Так, енді біз тағы да бір нәрселер қосатын болсақ, мынау плюс басамыз, және өзіміздің қалаған видеомызды таңдай аламыз. Енді мен иншотмен монтаждауды көрсететін боламын. Мен сөйлеуімнің себебі үйде балалар бар. Видео дегенді басып, мынау дегенді басамыз. Так, біз енді осы таңдап алдық. Біз енді үстін басамыз, және бетпен бөлсек болады. Және мынау фреште дегенді басып, ютубты басамыз. Егерде ютубқа салғыңыз келсе, ютубты басамыз. Егерде тиктокқа салғыңыз келсе, тиктокты басамыз. Короче, осындай. Сосын дауыс шығаратын кезде объем дегенді басып, мынаны қанша қойсаңыз өзіңіз білесіздер. Біз енді осыны қойып алдық. Мынаны қойсаңыздар болады. Мінеки.